Қанды кек. Күн бесіндікке келген кезде Көркемтайдың ауылы астан-кестен болды. Кемсеңдеп кемпір шал жылады. Қанын тартып сұрланып, сең соққан балықтай мең-зең болып жастар тұрды. Ауыл дағдарысқа кездесті. Әркім өз ойымен шұғылданды. Біреуге біреу ақыл айтып, біреуді біреу сүйе алмайтын секілденді. Құдай-ай, көрсеттің-ау қалқам, құлыным деп, шеткі үйдегі қара кемпір сарнап жылап елді басына көтерді. Қайтсын сорлы, жалғызы ғой, ерінен жастай жесір қалып еді. Бір баланың қамы үшін ерге де тимеп еді. Енді жасы жер ортаға келгенде не сүйенер ері жоқ, не талшық қылар малы жоқ. Жалғыз ұлдан айырылып, не күн көремін дейсің-ау деп, екінші бір әйел анаған тілектестігін көрсеткен секілденіп, кемсеңдеп ода жылады. Қойшары, көппен көрген ұлы той емес пе? Жалғыз соның баласына келіп отырма? Одан қадірлі боздақтарда кеткелі отыр ғой деп, үшінші бір әйел жақтырмай сөйледі. Сақалы сапсиған шалдар таяқтарына сүйеніп, ербиіп есіктерінің алдына шықты. Шүйделі желке, шермеген қарындар да термен бұршып, кештің самал салқынына шығып, бойларын жазған сияқты болды. Бәрінің ойында бір түйін. Бәрі де нақ осы сағатта бір кемеге мініп, телегей теңізге түсіп, аққалы тұрған сияқты еді. Уа қалеке, бері келіңіз деп, мыртық денелі толық бет қара кісі есік алдында тұрған Қалиды жанына шақырды. Жұрт тұс-тұстан андап бұлардың қасына жиналды. Екі қолын артқа ұстап, еңкеңдеп кәрі кемпірлер де келді. Жаулығын ысырып, құлағынан кейін тұрып, топқа келе алмай, одағайлап жас әйелдер бір өңкей жиналды. Беттері білеудей ісік, солықтарын зорға басып, қыз-келіншектер де біртіндеп көріне бастады. Ал енді қайтпекпіз. Қайтпек керек. Ақылға келетін іс көрінбейді ғой. Не көрінді сендерге? Неге ұйлығасыңдар? Адамшылдықтарың қайда? Кілең бағланды қолдан түзіп беріп, үйде тыныш отырмақсыңдар ма? Неге ізденбейсіңдер? Неге жұртшылдық қылмайсыңдар? Деп денелі келген қара торы әйел шаптыға сөйлеп, көз жасына булығып жылап та жіберді. Бәсе десейші, сөйтпес пе? Біздің ауылдың еркектерінің әдеті ғой. Үй күшік келетін. Әлі көрерсің, біздің ауылдан басқалар бір балада жібермес. Құдай осы қатындарды неге жаратты екен? Деп Қали ақсақал кейіді. Құр байбалымнан басқа еш нәрсенің жайын білу жоқ. Білмеген нәрсесіне араласпаса қайтеді екен? Әдірағал, сен біліп жетістіріп тұрсың. Бұғалық салынып отыр. Бағланың тізіліп, айдағалы отыр. Білсең, не қылып отырсың? Осы жерде жұмсамаған біліміңді қайда апарып жұмсамақсың? Шешемнің айтқаны дұрыс. Құр ұйлыққанмен болмайды. Бір амалын қарастыру керек, деп Әбді дейтін жігіт сөз бастап еді. Жұрттың құлағы елең етіп, бәрі де бажырайысып соған қарай қойды. Әбді мүдіріп тұрып қалды. Сонда не істемекшіміз? Бәсе, не істейміз? Жеделбайсынға қарай көшіп кетсек қайтер еді? Жеделбайсын жеткізбес. Сыр бойына ауса да бір амалын табуға болар еді-ау. Балалар, ол қолдан келмес. Көшу деген оңай болмайтын. Рулы ел шұбырып, қайда барып паналамақшы? Жұрт дабырлап, әңгіме қыза берген кезде, ауылдың сырт жағындағы белестің басына
біреу шоқытып шыға келді. Жұрт тіксіне қарады. Бұл кім? Базарбай ғой. Бұл қайдан келеді? Хабар білемін деп Тәкең ауылына кеткен. Содан келе жатқан шығар. Шақыр, мұнда келсін. Жұрттың бәрі соған қарай дүрлікті. Біреу қолын бұлғады, біреулері оның атын атап айғайлады. Базарбай атының басын бұрғанша, жас балалар анталап қарсы барып та жетті. Уа, не хабар? Тінекең ауылына бардым. Тыныштық. Шалдары болыстың ауылына кетіпті. Жастары жиын. Бір-бір атын жартып мініп алыпты. Бүгін ауылнайдікіне барып, жанын қысып отырып, іспескені алған білем. Біздің ауылдың да іспескесі бар дей ме? Тоқтаңдар түге, сөз бөлмей. Ал сосын, сонымен барып қайттым. Жастары қызу. Неге болса да әзіріміз дейді. Бүгін Исабай ауылы Көкмоланың басына жиналып, тасаттық берген білем. Тінекең ауылы ертең береміз деп малдарын әзірлеп жатқан көрінеді. Міне, жұртшылдық біздің ауыл тым болмаса тасаттық беріп Құдайдан тілеуді де білмейді. Бәсе десейші, ал ендеше тасаттық берейік. Қашан береміз? Ертең берейік. Сәрсенбінің сәтіне беріп, Құдайдан бір тілеп көрейік. Мақұл ма? Мақұл. Дағдарған ауыл өздерінше бір жол тапқан сияқты болып, үйді-үйіне тарады да, от жағылып ошақ асылды. Көлбай ұшқан көк түтін ауылдың үстін мұнартты. Өрістен қайтқан сиыр бақайлары сыртылдап, ауылдың тұс-тұсынан андап тола бастады. Күн ұзаққа мүлгіп, тілсізденіп тұрған ауыл бірден жанданып кеткен сияқты болды. Шелегін алып әйелдер шықты. Таяғын ұстап шалдар шықты. Жұрт қарбаласып кешкі тіршілігіне кірісті. Ауылдың сыртындағы белес басында шапанын желең жамылып бір адам тұр. Бұл осы ауылдың мұғалімі Бөлікбай еді. Окопқа жігіт алу хабары бұғанда жеңіл тиген жоқ. Оның үстіне ауыл адамы жылап-сықтап үрейін алып болды. 2 күннен бері бала оқытқан жоқ. Ауылдың жастары жиналып, мұның мазасын алды. Оқығансыз ғой, көзіңіз ашық қой, бұған не амал бар деседі. Не амал болсын? Білсе айтпас беді. Өзі де білмейді. Өзіне де жұмбақ. Мең-зең боп көшеден бері ойлағаны өз басы, өз қамы. Қалай құтылу керек? Құтылатын жол бар ма? Әлде көптің бірі болып, қолына күрегін ұстап, қан майданға кетпекші ме? Барғанда не бітіреді? Не соғыса алмайды? Не жұмыс келмейді қолынан? Ойланып келіп, Бөлкебай күрсінді. Қой, ауылға бару керек. У ішсең ұлтыңмен деген 2 талай күн туғанда әлде қайда қаңғырып жүруімнің жөні болмас. Ертең кетем, жүрем деді өзіне. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Бұдан да қызықты оқиғаларды, әңгімелерді айтатын боламын.